Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, Атырау әуесқой балықшылары. Бүгін 21 мамыр. Бүгіннен бастап бір ерекше күн болып отыр. Неге десеңіздер, 21 мамырдан бастап қиғаш бойындағы әуесқой балықшыларға запрет алынып тасталынады. Бұл өңірде 20 апрельден бастап, яғни запрет бола бастайды 21 майға дейін. Енді міне бүгін рұқсат етілген күн болып есептеледі. Айтып өтетін жайт, қиғаштың барлық жерінен балық аулауға болмайды. Бұл жақтарда да ауламайтын жерлер бар, біздің жайық сияқты. Мәселен, мысалы, Шарон бойынан балық аулауға болады, 6-шы участок дейтін бар, сол жерге шейін балық аулауға болады. Және де қиғаштың Сәрсенбайдың тартымы дейтін жер бар, жаңағы Утера, яғни ояқтан да балық аулауға болады. Енді көптеген жерлер бар, аулауға болады, болмайды, оны қиғашқа барған кезде өздеріңіз сұрап аларсыздар. Бір адамға 5 килограмм рұқсат етілген. Бірақ сонау қиғашқа барып, Құрманғазыға барып тұрып, енді 5 килограмм емес, қалай қапшық алып келетін бір жағдаяттарды сізге айтып өтейін. Бұны үкімет бізге әуе баста жасап қойған. Яғни, бірінші салық кодексінің 582 тармағына сәйкес, яғни биоресурс деген төленеді. Бұны төлеген кезде, оның кодын қазір осы жерге жазып өтем, төлеген кезде Құрманғазы деп көрсетесіздер. Және де өздеріңіздің ЭЦП ключпен, яғни ЕГОВ порталына кіріп, жаңағы поискке разрешение любительский спортивный рыболовство деп жазасыздар. Сол кезде жаңағы шығады любительский спортивный рыболовствоны таңдайсыздар. Одан как получить разрешение на любительский спортивный рыболовство на резервных водоем деп шығады. Сол кезде тағы да Құрманғазы қиғашты таңдайсыздар. Сол кезде көрсетіледі жаңағы крупный чистик, яғни ол сазан, мелкий чистик, ол енді кішкентай, волва сияқты, табан сияқты балықтар. Соны таңдап, яғни олардың МРП-лары көрсетіліп тұрады. Сол МРП бойынша тағы да төлейсіздер. Мысалы, сіз қанша балық алғыңыз келеді, яғни бір қапшық алғыңыз келе ме, 30 килограмм ба, 50 килограмм алғыңыз келе ме, соны МРП-ға көбейтіп, яғни сол жерде бәрі көрсетіліп тұрады, соны төлейсіздер. Содан кейін заказать услугы онлайн деп тұрады. Соны басып, сол жерде квитанцияны көрсетіп, яғни жаңағы на любительский спортивный рыболовство деп физлицоны таңдап, сөйтіп жаңағы рұқсатнаманы жібересіздер. Сөйтіп сіздердің рұқсатнамаларыңыз келеді, оны шығарып алуға да болады, және телефонмен де көрсетуге болады. Бұл қандай да жағдайда қазір бекіренің уақыты жүріп жатыр, сол себепті қазір қара сазаны үшін де сотталып кетіп жатқан адамдар бар. Бұл әуесқой балықшыларға ескертіп беретінде жазылып жатқан видео. Егер сіздерді біреу қызметкерлер, полиция қызметкерлері тоқтататын болса, онда міне сіздер қағазды көрсетесіздер. Міне мен рұқсатым бар, осындай балық аулауға, осындай килограмм алуға болады маған деп. Сөйтіп, спокойный, смелый, қиғаштан жаңа қапшық торбалап балық алып келуге болады. Бүгінге жаңалық осындай. Қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майланай берсін. Аслан Омаров.